ұйымдастырылып жатқан жазғы мектеп аясындағы оқу жаттығу жиында біз теориялық және практикалық білімдерімізді бекітудеміз. Және де Қазақмыс барлау компаниясының білікті мамандарымен лекцияларға барып жүреміз. Осы жазда біздің жоспарларымыз бойынша біз геологиялық маршруттарға және де түрлі мұражайларға барамыз. На самом УТС олимпиадные задачи довольно сложные. Некоторые бывают легкими, но некоторые могут быть сложными. Но наши учителя нас успокаивают и говорят, что это абсолютно нормально. И в скором времени, если мы продолжим так усердно учиться, то эти сложные задачи просто станут для нас легкими запинками. На УТС ты знакомишься с новыми людьми, с мощными олимпиадниками, может быть, которые могут дать тебе совет. К примеру, я прохожу на УТС, чтобы спросить у них совета, пообщаться с ними. И тогда ты получаешь общение, опыт новый, и у тебя все больше и больше открывается интерес к этому предмету. Осы оқу жаттығу жиынында мен көптеген әсерлер алдым. Осы жаздың басын өте жақсы бастадым деген ойдамын. Себебі мен осы оқу жаттығу жиынында көптеген ақпараттар алдым. Бүгін біз мысалға жапырақтың құрылысын өтіп жатырмыз. Осы жаттығу жиынның басты мақсаты бізді олимпиадаға дайындау және біздің мектебімізді мақтан етіп, оны бүкіл елге көрсету.